Қазақ әйелі үшін орамал құнды да бағалы дүние. Әжелер әрқашан бастан ақ жаулығын, ал аналар орамалын тастамаған. Ертеден дәстүр мен ғұрыпты сақтап, тазалыққа мән берген халық үшін әрбір қыз баласының басына орамал тағуы міндеттеледі. Себебі орамалдың қыздың көркін, ажарын арттырып, жинақылыққа үйретеді. Әрі оның іс-әрекетімен болмысын айшықтап тұрады. Босағаттаған ару орамал тағатыны сөзсіз. Келінге орамал салу үрдісі қазір де өз маңыздылығын жоғалтқан жоқ. Тіпті жастар арасында бұл салтқа деген қызығушылық артты десек қателеспейміз. Олар анамыз таққан жаулық пен орамалды заманға сай түрлендіріп, сәнін келтіріп тағуда. Әйтсе де сән қуамыз деп қазақы болмысын жоғалтып алмасақ болғаны. Соңғы уақытта жаулықты жастардың көпшілігі келбетімізге үйлеспейтін киіммен, яғни хиджабпен алмастыруда. Осыған орай қазіргі таңда қоғамда екіұдай пікір қалыптасқан. Бірі орамал таққан дұрыс десе, ал екіншісі жаһандану ғасырына үндеспейді дейді. Қазір орамал тағу мұсылманның шарты деп тұмшаланған ұзын көйлектегі арулар қоғамның өзекті мәселесіне айналып отыр. Орамал тағудың реті осы деп түгелдей тұмшаланып, қара жамылып жүру біздің салтымызда болмаған. Бұл қазақы менталитетке мүлдем қайшы. Жастардың мұны түсіне бермейтіні өкінішті. Хиджаб арабтан келген тұмша. Олардың өзі мұсылман дінін қабылданғанға дейін хиджаб киген. Яғни хиджаб олардың ұлттық киімі. Даласы шөл, үнемі құм борап тұратындықтан әйелдер көздерін ғана ашық қалдырып киінетін болған. Оны біз хиджаб кимеген мұсылман емес деп біреудің таңсық көріп жүрміз. Бұл дүниені кейбір қара көздеріміздің өзінің күнделікті киетін киім үлгісіне айналдырып алғаны көңілге кірбің ұялатады. Мұсылман әйел үшін орамал тағу міндеттелген болса, онда неге өзіміздің ұлттық кимешегіміз бен жаулығымызды тақпасқа? Дегенмен, әйел адамның иманы оның киімі әрі орамалмен өлшенбейді. Орамал тағу мұсылман әйел үшін парыз. Қазір әйел адамдардың көпшілігі орамал тағуды қиынсынады. Меніңше онда тұрған ештеңе жоқ. Өзім хиджаб кимеймін, кәдімгі орамалды шашымды көрсетпейді тағып жүремін. Оның да түрі де көп. Әртүрлі киіммен үйлестіріп, сәнді етіп алуға болады. Орамал әйел адамды тазалыққа үндейді. Ас пісіргенде шаш жинаулы болса, тамағыңа түседі деген күмән болмайды. Барша мұсылман қыздары жабық әрі жинақы киініп, шашты жауып жүру керек. Осы орамал туралы бір оқиғаны айтып берейін. Көршім келін түсірді. 1999 жыл еді. Менің қызыма аяғым ауыр болатын. Басымнан орамал түспейді. Құрдастардың әйелдері кексе қатындарға ұқсамай шешші басыңдағы дейтін. Мен болсам үлкен енемнің келін болып түскеніме басыма орамал тартып жатып, осы орамал сенің серігің болсын. Сәниям, төркініңді сағынып жылағанда көзіңнің жасын сүртер туысың болсын, жын шайтаннан қорғар періштең болсын, басаға қонған бағың мен бақытыңның куәсі болсын, келешек ұрпағыңды тәрбиелеуге көмектесер ибаң мен ізетің болсын деп еді. Сол себепті орамалымды тастамаймын. Сонымен не керек? Көршінің келінінің бір қолтығына демеу құқығы маған бұйырды. Иә, бәрі жақсы болды. Той өтті, беташар өтті. Өзімде орамал тарта бермейтін толық денелі көрші апайым елдің көзінше келініне орамал тарт деп айтпаймын, өзің білесің, сен менің қызымсың, өз үйіңде көріп емін-еркін жүре бер деді. Ененің сөзін екетпейтін келін екен. Енесі екеуі де орамалсыз жүретін. Осы жолы күзде мен дүниеге қызымды әкелдім. Арада 4 ай өткенде жаңағы толық көршім апайым да қыз туып алды. Мен Айдана деп ат қойдым, көршім Гүлдана деп ат қойды. Содан арада 6 ай өткенде жаңағы келін де босанып алды. Менің қызым тып-тыныш жыламайды да, 2,5 жастағы ұлыма бағынады. Күлдірсе күледі, ойнаса ойнайды. Менің тамақтандырғаным болмаса, қалғаны ұлымның мойнында. Ал көршіге келер болса, жаңағы 6 айлық қызы да жаңа туған ұл да заржақ болды. Жылайды да жатады. Үлкен қыздары бар апайдың солар көтеріп жүреді ылғи. Мен апайға орамал тартсаңыздаршы бастарыңызға. Екеуіңіз де бала емізесіздер. Шаштарың дуым-дуым болып отырғанда бала еме алады ма? Періштелеріңді қашырып дедім. Ең болмағанда баланы тамақтырғанда тартып алсаңыздаршы деп айтқаным сол еді. Құдайға шүкір 7 бала туып өсірдім. Қашатын періште сол кезде қашпай ма деп қойды. Кейін 1 жасқа жетер-жетпестен қызым тәй-тәй басып жүріп кетті. Көрші апайдың Гүлданасы 3 жастан асса да жүрмеді. Немересі де мазасыз болды. Ылғи ауыра беретін. Келіні тағы да
ұл туды. Ол да мазаң. Бір күні мен ауырып ауылдағы Мағрипа деген апаға бардық. Ол апа менің жауырынымды сипап отырып, сен қызда тіл бар, үйге барған соң тұзды суға шомыл деді. Үйге келген соң моншаға кіріп тұзды суға шомылып шықтым. Мұнымды көрген Көш апай не істеп жүрсің деді. Мен апаға бардым. Ол кісі осындай ем айтты деді. Сол күні апай қызы мен немерелерін алып барыпты апаға. Орамалсыз жалп етіп жетіп барған екеуін апа қарап отырыпты да, орамалдарың қайда депті. Сасып қалған екеуі, ұмытып кетіппіз деген ғой. Сосын екеуіне 2 орамал беріпті. Сосын кішкентайлардың тамағына саусағын тауып, үй қалған шаштар алып шығады. Ойбай, мен неге жылай береді, неге лоқсиды десем депті апай. Балаларымда ешқандай ауру жоқ. Баланы тамақтандырғанда орамал тағу керек. Біріншіден таза тамақ бересің, екіншіден жын шайтан түртпей тыныштандырып тамақтандырасың депті апай. Содан бастап екеуі де орамал тастамайтын болды. Мен келініме де, тұрмысқа шыққан қызыма да қатар құрбымен жүрген кезде басқа уақытта орамал тастама деп отырамын. Орамалда кейбір асханада тазалық кепілі, үлкендердің алдында ізеттіктің кепілі, бала шағаның алдында ана деген киелі есімнің документі. Орамал тартқан келін шырағым. Тақырып тұрғысында айтылар сөзде дау да таусылар емес. Әйтсе де ұлт ұятымен адасып жатқан киелі орамалға деген құрмет мәнін жоғалтпай, ұрпақ сабақтастығымен бірге жалғасын тапса екен.